Қайырлы күн, мені құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай қантсыз, керемет, өте оңай агуша жасаймыз. Бізде осындай қалып қойған алмалар бар. Оны тазалап, жақсылап жуып, осылай турап шығамыз. Алмаларымызды кастрюльге салып, үстіне кішкене су құйып, отқа қоямыз. Алма жұмсарғанша 10-15 минут пісіріп аламыз. Блендерімізді дайындап, ыстықтай алманың массасын осылай құйып шығамыз. Пюре ғып, жақсылап тұрып еземіз. Баршаларыңызға ас болсын.